Кесір келін. Алла сүйген құлына сынақ бере ме? Әлде тағдыр тәлкісіне саламын десе демде екен. Ауылдың жайма-шуақ күнінде, жауыны мен саф ауасы сондай тамаша күнде біздің үйге аяқ астынан келін келді. Яғни ағам келіншек әкелді. Ол кезде алып қашу мода ма, жоқ салт па, сондай бірдеңе еді ғой. Үлкен жүк көлігімен алып қашыпты. Біздің қуанышымызда шек болған жоқ. Баламыз ғой, мәзбіз. Бірақ жеңгемді көтеріп алып кіргенде тура бір өлік сияқты көрінді. Улап-шулап, жабылып жүріп, әйтеуір не керек аман есен есін жиғызып алды. Біз үлкен отбасы едік. Әжем бар, әкем, анам, бәрін қосқанда 12 болатынбыз. Беташар бітіп, жеңгеміз майысып тірлігін істеп жүрді. Томпайған тұйық мінезді екен. Әдеп келгеннен атымызды атай бастады. Әжем марқұмның қайын сіңлілеріңе ат қойып ал балам деген елең қылмады. Кесірліктің бастамасы екен, сол кезде ұқсамшы. Содан әжем балам деп ақылын айтып отырып тәрбиелегісі келді. Бірақ оған көнетін жеңгеміз ба, шеке басы тырысып бөлмесінен шықпай, тамақ әкелсе тарс етіп қойып, тіпті бізбен отырып ас ауқат ішуді де қойды. Жалпы айтқанда бізді менсінбеді. Ол кезде мен 12 жаста болатынмын. Жеңгем тамақ жасап жүріп, етін теріп жейтін. Сонысы маған ұнамайтын. Тамақ піссе бірінші ағама құйып беретін. Онысына мен, неге бірінші әкеме құймайсыз? Бізде бұрыннан астың басы әкем мен әжеме ұсынатынбыз десем, кетші әрі, өзім білем. Жердің құртындай болып қақшаңдауын қарашы, деп қағып өтіп кететін. Аллай, осыншама сұр жыланды біздің үйімізге әкелетіндей не жазып едік деп, жүрегім солдап кететін еді. Менің ағаммен жас айырмашылығымыз едәуір болса да, біз ерте есейдік. Анам 2 жерде жұмыс жасайтын. Мектепте еден жуып, одан қала берсе, ауылға іссапармен келгендерге аспазшы болатын. Иә, жеңгеміз бізге бақ болып келмеді. Кесірлігі былай тұрсын, қызғаншақтығы одан сорақы болды. Ағамызды келмей жатып ақ, көзбен ымдап өз айтқанын жасатып жүрді. Әжем байғұс қанша ашуланса да, кесір келінге ұрыспай түсіндіруге тырысатын. Ал анам өзі шаршап жүргенде, келін тәрбиелемей ақ біздің қамымызды ойлап жұмыстан босамайды. Келіннің ақай-тұқай мінезіне мән бермеуге тырысатын. Оның үстіне әжем болған соңда, анам келінге онша қарай қоймады. Таңертең кеткеннен түсте келіп, тамағын ішіп, екінші жұмысына қайта кететін. Сонда әжем есеп білмесе де, көлеңкенің жылжуына қарап, әй келін, үлкен келіннің келетін уақытысы болып қалды. Тамақтың қамын жасайсың ба? Деп болжап отыратын. Сонда да жеңгеміз бөлмесінен шықпай, әжем бізге, әй қыздар, келіңдер, өзіміз тамаққа қам жасайық деп, күйбеңдеп отын тасып, суа келіп тамақ жасап жүргенде, жеңгеміз қабағына қар жауып, бөлмесінен шығатын. Әлі есімде. Әжем, әй балам, бұның не? Сен жас келінсің. Бұлай кердің дегенің ұят болады, деп айтқандарын ұмытпаппын. Әкем өте қатал, кез келген адамға көзін өткізе алатын жан еді. Бәріміз әкеміздің қабағын бағып отырушы едік. Сол әкемізден де ықпайды ғой шіркін. Кердейі өзінің дегенін істейтін. Әкем ашуланбасын деп, әжем мен әпкем жеңгемді күтпей тамақ жасап қоятын еді. Менің ағам өте көрікті, аңғал, бауырмашыл, ақкөңіл жан болатын. Сол жеңгеміз келгелі ағамыздың да қабағынан қар жауып жүретін шығарды. Ағам барда жеңгеміз зыр жүгіріп, пысық болып көрінетін. Бір күні ағам маған бірдеңеге ашуланып,
айуан деп жаман ұрысты. Ондай сөзді естімеген маған өте ауыр тиіп, долданып қатты жылағаным есімде. Сол күндерден бастап ағамыз бізден алыстай берді. Үйдегі реніштер де көбейіп, берекеміз кете бастады. Сөйтсек, Дайрабайдың дауы жеңгем о бастан келгелі бөлек шығу екен ғой. Оған қосымша үстемелеп ата-анасы да үйге келіп дүркін-дүркін айқай-шу шығарып кететін. Сонымен не керек? Бізбен 4 жыл бірге тұрып, қайнысының үйленгенін күтпей бөлек шықты. Бөлек шықса да тыныш жүрмей анама сенің балаң, сенің берген тәрбиең деп зіркілдейтін. Кейінгі жылдары ағамды анама қарсы қойып, үйге келіп, екеулеп ұрыс шығарып кететін. Анам үндемей қоя салатын. Әкем марқұм қара құрт неме, менің босағамды қабылдамаған қатынның арты жақсы болса игі деп отыратын. О тоба, сол ойы дұрыс болды ғой деймін. Кейінгі ағамда үйленіп, 3 ағай тұрды. Сол кезде әжем, шырағым, көресіні көрмей көрге кірмейсін деген осы екен-ау. Менің келінім, анамды айтып отыр ғой сол. Қанша адамды өз қолымен арулап көмді. Бедеу абысынымды, қайнағамды, өз атасында аялап қарап еді. Қай пейіліне берді екен осындай келіндерді деп, анамды аяп жылап отыратын. Біз есейіп, ес біліп, оң солымызды танығалы, сол қасиетсіз жеңгеміздің қаншама қылығына төзді анам шіркін. Біз өмірімізде қайынсіңілі болып, арқа-жарқа болып әңгіме дүкен құрмаппыз. Есебіне жетсем, мен тұрмысқа шыққалы 20 жыл болса да, ағамыздың үйіне тек үлкен жиындарда ғана барамыз. Басқа уақытта қонып, ахар-шахар рахаттанып отырмаппыз. Зәлімнің зәлімдігі сол, екінші ағам үйленгенде, оның әйелінде бізге қарсы қойып, біраз ылаң қылды ғой. Ол байғұс жақсы жар еді. Тек құрсақ көтермей 10 жыл отасты да жөніне кете барды. Бір күні ағам жеңгемді жүк көлігіне салып төркініне апарып тастапты. Оны кейін естіп жатырмыз ғой. Содан құдамыз менің әкеме хабарласып, анау балаң менің қызымды 4 баласымен әкеп тастады деп айқайлаған ғой. Әкем жарықтық салып отырып баласының үйіне барса, ағам, бармаймын ол қатынның артынан, көргім келмейді, естігім де келмейді деп жер тепсініп отыр дейді. Әбден шаршаған ғой. Ағам совхоздың жұмысына кетіп, кешке бірақ келеді. Қатында кешке дейін көше-көше аралап өсек айтып, ол да кешке бірақ келеді екен. Тамақ жасалмаған, кір жуылмаған бала-шаға өз беттерімен құрғақ нанды жеп жүре береді екен. Содан айқай-шу болса, жеңгеміз бас салып, бізді қаралап шығатын көрінеді. Шешең анандай, әкең мынандай, 6 қарындасың өйтіп қалсын, бүйтіп қалсын деп қарғап шығады дейді. Оны әкеме күйіп отырып айтып беріпті. Содан 3 айдан кейін әкемнің айқайымен 4 баланың обалына қалмас үшін қайта алып келді. Бір күні әкем мен анам кешкі ас ішіп отырса, ағамның 6 жасар қызын бір кісі әкеліп тұр дейді. Ойбай, түн жарымында қайда жүрсің деп жандары қалмай шошып кеткен ғой. Сонда жағдай былай болған екен. Ағам мен жеңгем ұрысып қалады. Ағам көшеге шығып кеткенде, жеңгем жаңағы кішкентай қызына, бар, атаңды шақырып кел. Келіп баласын тәртіпке салсын деп қызын шығарып жіберген екен. Ол кезде ауылдан ауылға қатынайтын автобустар болатын еді ғой. Солардың біріне отырып кете берген ғой кішкентай қыз. Танымайтын ауылға барып, көшеде жылап тұрғанда бір кісі келіп, жөн сұрап, әкемнің есімін танып үйге алып келген екен. Әлгі кісі таң қалып, қандай ана ол, өз баласының басын қатерге тіккен деп басын шайқап кеткен. Иә, осылай жылдар өтіп жатты. Берекесіз қатын біздің үйдің бар ырысын, берекесін қашырды. Әпкелерім бірінен соң бірі тұрмыс құрып, өз теңдерін тауып кетіп жатты. Сол әпкелерімнің де
Бағын қызғанушы еді ғой шіркін. Құдалық қуғыншыға барса, ой фу, түк те жақсы жер емес екен. Енесі қазымыр сияқты, күйеуі ішетін сияқты деп тек негатив айтып көңілімізді түсіріп келетін. Не деген іштарлық десеңші. Оны жөн жоралғыға қоспайын десек, соның жолы ғой, үлкен жеңгесі ғой деп салтымыздан аттап кете алмайтын әжем марқұм. Анам үшін әжем не айтса сол заң болатын. Енесін қатты сыйлайтын. Кейде келін ененің топырағынан жаратылады деген сөзге де нанның қырамай қалатынмын. Жеңгем анама мүлдем ұқсамайды. Анам енесімен күйеуіне қарсы келген емес. Бізге де солай тәрбие берген. Ер азаматпен қарияны қалай сыйлау керек екенін үнемі құлағымызға құйып отырғанымен қоймай, өз ісімен де көрсете білген. Анам әжемді құрметтеген соң, біз де әжемді солай құрметтедік. Анамның ой қойшы, сол кәрі кісі ғой, айта берсін, айта береді деген әңгімесін естіген емеспіз. Анамның сол тәрбиесінің арқасында біз де барған жерімізге тез сіңіп кеттік. Ата-анамыз бен ер азаматымызды сыйлап отырамыз. Сол татулығымызды да көре алмайды ғой сабазың. Бір күні әжем мен нағашым үшеуміз ағамыздың үйіне бардық. Содан кешке ағамыз шаршап келіп, тамақтанған соң жатып қалды. Демалайын, шаршадым деп отырған. Бір кезде жеңгеміз біздің көзімізше, маған ақша тауып бер, мен туған күнге барамын деп бастады. Матаңды алып бара салсаңшы, ақшам жоқ деген сол-ақ екен, айқайлап кетті. Әжем, әй, келін, қойсаңшы, балам жұмыстан шаршап келді ғой дегені сол. Сен қақпас, балаңның құлағын көтермей тыныш отыр. Сенің ішің толған арам, деп аузына келген оттап жатыр ғой. Өмірінде ондай сөз естімеген әжем байғұс жылап жіберді. Сонда нағашым арғы бөлмеде намазын оқып отырды. Намазын қаза қылмай, біткен соң келіп, әй, келін шырақ, бұның не? Құдағай апаға сонша шәңкілдегенің ұят емес пе? Десе, сен де тыныш отыр, жұмысың болмасын деп, сенсіреп шәңк ете қалды. Нағашым ашуланып, ой, пәдәңә нәлет көргенсіз, тәрбиесіз, қандай ана тәрбиелеген сені? Енді аузыңды ашушы болма, бір жақты қылам деп, қатты ашуланды. Сонда ғана үні өшіп сыртқа қашып шықты. Заман-ай десеңші, жаман қатынның жамандығын айтып таусалмассың сірә. Бір күні сол жеңгем тұратын ауылға екінші әпкем тұрмысқа шыққан. Сол әпкемнің баласы ауырып, азын-аулақ ақша сұрап барса, жоқ деп алып, ертесінде базарға барып, киім қарап жүр дейді. Оны әкем марқұм естіп алып, қатты ашуланыпты. Мен сендерге барымды ауыздарыңа тосып отырмын. Ұн десең ұның, май десең майың болып отырмын. Неге сол ауылда тұрып, бір түйір қайынсіңіліңе қайырым жасай алмайсың деп ашуланып сөйлейді ғой әкем. Сөйтсе ертесіне әке-шешесі ағайындары келіп тұр дейді. Салып ұрып анашым барады ғой. Әке-шешесі зіркілдеп сөзге кезек берер емес дейді. Үлкен ағайын аталары мән-жайды білген соң, ой-бұй, ұят болды ғой құдағи-ау. Біз бір нәрсе бүлініп қалды ма десек, болмайтын нәрсеге неге әкелдің? Бізді жерге қараттыңдар ғой деп, құдағиға сол жерде жекіп тастады. Құдағи, бірақ бұлар, тәйт, өшір үніңді, ештеңе естігім келмейді. Сен келіннің сырыңды беске білеміз. Қане, тұрыңдар, кеттік ауылға. Осы қатынға еріп жүрген сен де оңбайсың деп, құдаға да ұрсып, алдына салып қайтып кетіпті. Бірақ кетерінде жаңағы ата ағамызға, балам, мынандай қатыннан ертерек құтылмасаң, ертең өміріңнің егеуі болады. Туған бауырларыңнан ажыратады. Жақсы адамдар екесіңдер, сендерге мына кесір келіндерің жақсылыға келмейді деп айтып кетіпті. Сол сұм қатын бөлек шығарда өзінше қуанып, 3 жасар үлкен қызын алғашқы немерелеріңіз ғой деп
әке-шешеме қалдырған. Біз оны 6 жасқа шейін қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, асты үстіне түсіп өсірдік. 6 жаста мектепке беріп, мектеп директоры әке-шешемді қатты сыйлайтын. Алғашқы қоңырауды осы сіңіліме соқтырды. Мәртебесі биік болып, сабаққа да ынтасы жақсы еді. Бірақ анашым қанша аялап отырса да, өскен сайын анаң мен әкең деп аға жеңгемді айтып отыратын. Ешқашан шешесін жамандаған емеспіз. Мектепке барған соң 2 айдан кейін жеңгеміз шу шығарып, қызын шырылдатып, бәріміздің жүрегімізден жұлып алып кетті. Қызы да біразға дейін шешесіне бағынбай жүрді. Сонда ағама, сенің шешеңнің берген тәрбиесі әбден қарсы қойып қойған маған, деп ұрсатын көрінеді. Ай артынан ай өтіп, жыл артынан жыл өтіп жатты. Кесір қатын кесірлігін тоқтатпады. Әжем анама, мүмкін сен келінді аша алмаған шығарсың. Мүмкін оған біздің мейіріміміз керек шығар. Мен қолына барып көрейін деп, әке-шешемнің қарсылығына қарамай, Тажал жеңгемнің қолына барып алды. Мүмкін көзінің тірісінде бар мейірімін көрсетіп, жақсы жағынан тәрбиелеп кетейін деген шығар. Бәлкім өзі олай-бұлай болып кетсе, момын анашым жалғыз қиналмасын деген болар. Бірақ оған көнетін кесір қатын ба? Бір ай болмай жатып, қақпас деп аузына келгенін айтқанын қоймапты. Құдайдан қорқпағаннан қорқ деп атам қазақ бекер айтпаса керек. Түзу жолға түсейін деген ниеті болмаса бәрі бекер екен ғой. Оған қанша мейіріміңді төк, қанша жақсылық жаса, қаншама қателігін кешір, оған бәрі бір тиын екен. Тек өзінікі дұрыс деп есептейтін соқыр көкірек көзінде соқырлатып тастаған екен ғой. Өмірде ең жаман қасиеттің бірі осы соқыр көкіректік. Ондай адам ешқашан бақытты болмаса керек. Жас кезінен үлкендердің батасымен көгермеген соң, қартайғанда біреуге ақыл айтудың өзі артық. Бізде осы уақытқа шейін бір сұрақ көкейімізді тесіп келеді. Неге? Неге жеңгеміз бізді сонша жек көреді? Біз оған не жаманшылық істедік? Осы біреулерде қайын сіңілісі жеңгесінің бетін жұлып тастапты, киімдерін өртеп тастапты. Тағы біреулер келіннің басын қабырғаға ұрыпты дегенді естіп жатамыз ғой. Бізде ондай болмақ түгілі қарсы келмеппіз де. Себебі әжем мен анашым солай тәрбиелеген. Бірдеңе десек анам, ойбай, қой тыныш отыр. Сен қызсың, сен жөніңмен кет. Ертең біздің көзіміз кетсе, осы аға жеңгелерің төркін болады деп тыйып тастайтын. Әжем байғұс ол үйден азып тозып келгенде қорқып кеткенбіз. Сонда әжем, мына келіннен қатты көңілім қалды. Мейлі, бала шағасының алдында аман болсын. Қарғамайын. Аллам бұл келіннің кінәсін кешірсін деп, сонда да жақсылық тілеп отыратын. Жылдар өтті. Әжем анамды уайымдаумен өмірден озды. Артынша 1 жыл болмай әкем де бұл дүниеден қош айтысып кете барды. Бірақ кетерінде бізге ағамды аманат етіп кетті. Ағаларың момын ғой, білесіңдер. Қамқор болыңдар. Тұңғышымды Тажал келіннің қолына жалғыз қалдырмаңдар. Той домалағына қалмай барыңдар. Жалғыз өзі жәутеңдеп тұрмасын. Айналайын қыздарым. Сендердің ақылдарың бар ғой. Аналарың мен бауырларыңа бас көз болғайсыңдар деп қош айтысып мәңгілікке кете барды. Әжем марқұм өте ақылды жан еді. Бала кезімізде ағаларымызбен ойнап төбелесіп тебісіп жатсақ, әй, қой ойбай ят болады. Ағаңа қол көтергенін не? Қыз баласы ер азаматқа қол көтеруші ме еді? Естеріңде болсын, ер баланы теппейді. Әйтпесе үйде ақша болмай қалады десе, бірден есімізді жиятынбыз. Ал ағаларымыз бізді ұрып ойнаса, ойбай балам-ау, қызды ұрғаны несі? Қыз деген қонақ. Ертең басқа елге кетіп қалғанда сағынатын боласыңдар. Қызды жылатпаңдар. Қыздың наласы жаман болады деп бәрімізді реттеп отырған екен ғой. Қазір ойласам, сол сөздері әлі күнге дейін есімізде қалып қойған.
Әжем мен әкемнің жандары жәннатта болсын. Әжем мен әкем қайтқанда бәріміз үйлі баранды болып, бір-бір әулетте дөңгелетіп отырғанбыз. Бір-бірімізге қамқор болып, ағамызды да ұмытпадық. Жақтырмасақ та төркінімізге келген сайын, ағамның үйіне шақырмаса да сыйлықтарымызды алып баратын едік. Ағам байғұс біз барсақ қуанып қалатын. Жеңгеміз әдетінше тырысып-бүрісіп, көңілсіз тамағын сылдыратып берсе де, ағамыз үшін ойымыздағыны ішімізге жұтып кететін едік. Біз барғаннан бала-шағасын тоқпақтап, жұлқылап, қырып жіберетін еді. Кейде ұрыс шығарып, дуа жасауға келдіңдер ма? Не үшін келе бересіңдер деп тиісетін. Көп созып қайтейін. Кесірліктің көкесі әжем мен әкем кеткеннен кейін басталды. Бұрын әкемнен аздап қаймығатын. Енді тіптен есіріп алды. Ол кезде 6 балалы шағалы болған. Үлкен қызын ұзатқанда біз басқа өңірлерден жетеміз дегенше, анам хабарласып, қайда жүрсіңдер жандарым-ау, мына келін мені жеп барады ғой. Неге ертерек келмейсіңдер деп шырпыр болып жатыр. Енді бәріміздің жұмысымыз бар, отбасымыз бар, ата-енеміз бар. Ерте баруға мүмкіндік болмаса қайтеміз? Әркім өз арбаларын сүйретіп жүр емес пе? Сонда анама зіркілдеген ғой. Қыздарың неге ерте келмейді? Дайынға тап болып келейін деп отыр ма? Олай болса келмей-ақ қоймай ма? Деп анам байғұсты жеп қойған екен. Той басталып соңында тағы қырғын ұрыс шығарды. Ортадан жинап берген қомақты қаражатымызды бір тиын қылды. Қоржындарды түркіндеріне ашқызып, бізді адам қатарына санамады да, ағамыз бен әкемнің аманаты үшін үндемей жылап қайттық. Қай жылдары жеңгем қатты ауырып, қақпастыққа жете алмастай болып бір өлімнен қалды. Сонда осы біздер жүгіріп жүріп емдеттік. Біреуіміз Астанада, екіншіміз Алматыда жан-жақты білікті дәрігерлерге көрсетіп аман қалды. Қазір екінші келін түсірген. Келіні өзінен асып түспесе кем емес-ау. Үлкен баласы мен келіні бөлек шыққан. Анасымен араласпайды. Баласы бізге хабарласып, әпке, мен бұрын сіздерді жек көретін едім. Анам солай көрсетіп тастаған еді. Сөйтсем бар кінә анамда екен ғой. Неге анам мен таңдаған жан-жарымды жек көреді? Жоқ жердің қызы болғаны үшін ба? Әке-шешесі кедей екеніне қызының не жазығы бар? Сен бейшарасың. Неменеге сеніп жүрсің? Сорлы төркініңе тасып жатсың ба деп тыныштық бермеген соң бөлек шықтық. Сонда да маза бермейді. Статусқа қойған суретімізге дейін ұрыс шығарады. Неге олай жасайды әпке? Дегенде не дерімізді білмей қалатынбыз. Сол жеңгеміздің кесірінен болар, қара шаңырақта бір келін тұрақтамады. Анамыз 80-нің сеңгіріне шықса да, қолында бірде-бір келін жоқ. 2 бауырым бойдақ. Кейде көрші жеңгелеріміз айтады: жандарым-ау, сендер сондай қасиетті дарыған жақсы жандарсыңдар. Қыз болса сендерде-ақ болсын. Әттең сендердің үйлеріңе келін болып түскенде ғой. Бір әйелдің кесірі бүкіл әулетке зиян тиіп отырғанын қарашы, дейтін. Ал анамыз болса бізге: балам, аға дегенді жалынып жүріп бауыр қыласыңдар. Ал қыздар өз-өздеріңмен тосып кетесіңдер. Кешірімді бола біліңдер, деп үнемі айтып отырады. Жаным, анашым, қартайған шағыңда келіннің рахатын көрмедің-ау. Арқамызға аяздай бататыны да сол. Қартайған шағында намазын оқып, ақ орамалын тағып төрде отыратын шағында, мейлі. Бұл бір тағдыр ғой. Түрік киносында Феркунде деген зәлім бар емес пе? Білетін шығарсыздар. Тура сондай бір жылан ғой біздің үйдің. Бір ғұмырды бір келіннің кесірі құртқан-ай. Келіннің аяғынан, қойшының таяғынан деп атам қазақ бекер айтпаған екен ғой. Біздер қыз деген жарықтық сәл жылы сөзге зәру келеміз ғой. Келе ғой деп жылы сөйлеп тұрса, барымызды беруге дайын тұрар едік-ау. Бүкіл отбасымыз айрандай ұйып, береке бақ бірлік, үшеуі де қосарланып босағадан
кірмес пе еді.